Сәлеметсіздер ме, менің арнамның тыңдармандары? Сіздерге келесі әңгімемді ұсынбақшымын. Әңгіме ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Бұл мен үшін және де менің каналымның дамуына үлкен сіздердің тараптарыңыздан үлес және біз үшін өте маңызды. Рахмет. Жылтырдың бәрі алтын емес. Автор Айжан Шынарова. Мамандықпен жер таңдаудан шатаспаңдар деп бекер айтылмаған-ау. Бірақ қанша естіп жүрсем де сол ақылды тыңдамағаныма қатты өкінемін. Артымнан ерген сіңілдеріме айтарым, жылтырдың бәрі алтын емес, жар таңдаудан шатаспаңдаршы. Әңгімемді сонау балалық шағымнан бастайын. Балалық шағым өте керемет өтті. Бір үйдің 3 жылдың ортасында өскен ерке қызымын. Ата-анам қарапайым, шаруа адамдары. Анам қаталдау тік мінезді жан, ал әкем өте жуас, момын адам. Мен әкемнің еркесімін, менің айтқаным заң. Ауылда 9 сыныпты аяқтап қалаға оқуға түстім. 2009 жылы оқуды аяқтап диплом алдым. Жұмыс таппай әр жерде бір істеп жүріп, солай жастықпен от бастым. Өзім көрмеген агентпен танысқан жігітке тұрмысқа шыға салдым. Мінез түгілі тұрмыс салтымыз сәйкес келмейтін еді. Көп тұрмай 2 айда ажырастық. Сол кеткенде ішімде бір айлық бөпе бар екен. Басында алдырамын, тумаймын деп ойладым. Анам мен әкемнің қарындасы көндіріп, өмірге ұл бала келді. Білмеймін, менде ешқандай аналық сезім болмады. Анам қарады балаға. Бөпем 6 айға толғанда тағы қалаға жұмысқа келдім. Ойымдағы жұмысқа тұрдым деуге болады. Жақсы ортаға түстім. Айына 1 рет ауылға барып тұрдым. 1 жыл жұмыс жасадым. Жігіт атаулыға үрке қарап, бойымды аулақ ұстап жүрген кезім. Өзім қараторының әдемісімін. Көп сөз салған жігіттер болды. Ешкімге бой бермей қарамайтынмын. Тағдырдың сынағы әлі алда екенін білсемші сонда. Жанымда бірге істейтін келіншек болды. Жақсы араласып, дос болып кеттік, әлі есімде сол күн. Жұмыста тексеріс болып кеш қайтатын болдық. Әулие Валентин күні болатын. Қасымдағы келіншек, кафеге барайық, менің жолдасым апарады деп айтты. Жұмыстан кешкі сағат 9-ға қарай шығып, аталған кафеге бардық. Әріптесімнің жолдасы күтіп алып, қолымызға бір штук раушан гүл берді. Енді тағамға тапсырыс беріп отырғанымыз сол еді, жанымызға ұзын бойлы қара торы жігіт келіп амандық сұрасып жатыр. Жаңағы бірге істейтін келіншектің күйеуінің досы екен. Содан ол да бізбен отырды. Есімін айтқанда біреу төбемнен су қойғандай болды. Бірінші жолдасымен аттас екен. Бір көргенде ұнамады. Тым, жылпос, көп сөйлейді. Сыраны да жақсы ішеді. Мен қайтуға жиналдым. Ол қоса шықты. Қасымдағы келіншек мен қоштасып такси шақырып отырып жатыр едім, ол да отырды менімен бірге. Өзім ішпейтін болған соң ішкен адамды жақтырмадым. Келгенше сөйлеп келді. Мен үндемей тыңдап отырмын. Үйдің алдына келгенде рахмет айттым да үйге кіріп кеттім. Үйдегілер ұйықтамаған екен. Жеңгеме шет жағасын айтып жатып қалдым. Ертесіне таң атпай бөтен нөмірден хат келді. Ол кезде WhatsApp енді пайда болған кез. Кешегі жігіт екен. Нөмірді қайдан алғанын бірден білдім. Жұмыстасыма звондап, неге берді деп ренжісіп қалдым. Маған ұнамағанын және менің балам бар екенін айтып, енді бұлай жасамауын сұрадым. Сонымен хат алмасу тоқтады. Арада бір апта уақыт өтті. Ауылға барып келдім. Көктем келді. Күн жылына бастады. Жұмыс үй арасында ауылға барып келіп жүрдім. Әне-міне деп 8 наурызда келіп жетті. Демалысқа ауылға барамын деп жиналып, автовокзалға баруға шықсам мәссаған. Есіктің алдында әлгі жігіт тұр. Қолында үлкен аюмен бір букет гүлі бар. Содан не керек? Бұл жігіт менің көлеңкем болды. Сонша соқыр болғаным ба? Қазір ойланып қарасам, біз 6 айда үйленетін болып шешкен екенбіз. Анам айтып сырға салынып ұзатылып кеттім. Бұл жігіт жетім бала. Нағашы әпкесі асыраған. Анасы 6 жасында қайтыс болған екен.
әкесін туғалы көрмеген. Келін болып түскен соң 2 сағаттан кейін жігітім дайындап қойған пәтерге алып кетті. Отбасылық өмір басталды. Күндіз жұмысқа барамын. Жігітім сменмен істейді. Нағашы тәтесі 1 ай өткен соң шағын той жасап берді. Мен жүкті болып ұл бала дүниеге келді. Өмір бір арнамен өтіп жатты. Еш артық қылық танытпады. 1 жыл тірнектеп ақша жинап, жетпегенне несие алып, ескі болса да деп баспана алдық. Жөндеу көрмеген үй, пеш жағамыз, су тасимыз. Мен мәзбін өз үйім деп. Солай 2-ші балаға жүкті болдым. Бұл жүктілік өте ауыр өтті. Токсикоздан өліп тірілдім. Жігітім ескі көлік алды. Жұмысқа барып келеді. 2 күн жұмыс жасап, 2 күн демалатын. Сол 2 күнінде ішімдік ішетінді шығарды. Жаймен бет пердесі шешіле бастағандай. Айқайлап, ұрсысып, мазаны ала бастады. Мен босанып келдім. Үй суық, ақша жоқ. Көктем бізде өте суық болады. Ақша жетпей аш отыратын кезіміз көп болатын болып кетті. Ешкімге білдірмей жүрдім. Ет, май ауылдан анам әкеп береді. Әкем тығып ақша жіберетін еді. Қызым 1 жастан асқанда тағы көтеріп қалдым. Күйеуім таза өзгерді. 2 бала жыласа да ұрысып, ауыр сөздер айтатынды шығарды. Өзім жүктімін. Пеш жағып су тасимын. Оның бар сылтауы мен жұмыстамын деп машинадан түспей жүреді. Бала жылайды деп бөлек жатады. Содан не керек басқа әйелмен сөйлесіп жүргенін білдім. Ал ол болса ұялудың орнына сен неге соткамды қарайсың деп мені ұрып тастады. Үлкен ұрыс жанжал болды. Осы жағдайдан кейін уақытымнан сәл ерте босандым. 2019 жылдың 15 наурызы еді. Өмірге ұл бала келді. Бұл балаға менде ерекше аналық сезім ашылды. Жолдасым кешірім сұрап, ешкімге айтпауымды өтінді. Ақмақ басым соған сендім тағы. Үйге келдім. Өзім қонақ күттім. Бірақ балам өте тыныш еді. Күйеуім ана елмен әлі сөйлесіп жүр екен. Екеуі бірге жұмыс істейді. Ол да отбасылы. Мен біліп, үлкен ұрыс ашып, әке-шешемнің үйіне кетіп қалуға шешім қабылдадым. Анама бәрін ашып айттым. Анам өте мінезді көкбет әйел. Ашуға булығып, жолдасыма телефон шалып, көзіне көк шыбын үймелетті. 2 күн өткенде күйеуім келіп, жылап-сықтап, кешірім сұрап, бізді алып кетті. Содан балаға 3 ай болып барлық тексеруден өтіп, екпе алдық. Үйге келгеннен бала жылап мазасы болмады. Кеште ыстығы көтерілді. Дәрі беріп түсірдім. Қоймаған соң жедел жәрдем шақырдым. Олар өзіме ұрысып, екпеден соң солай болады деп кетіп қалды. Бала түнімен қолда-аяққа тұрмай жылап, таңда ұйықтап кетіппін. Мен де шаршап, ол да шаршап, тәтті ұйқыда жатырмыз. Бір уақытта жолдасым айқайлап оятты. Бала көгеріп кеткен, дем жоқ. Жедел жәрдем шақырып ауруханаға келдік. Кислород тағып сәл есін жинағандай болды. Балалар ауруханасында менингит деген болжам болды. Мен ештеңе түсінбей жылап жүрмін. Анам, жолдасымның нағашы әпкесі бәрі ауруханада. Баланы жұқпалы аурулар жататын облыстық больницаға ауыстырды. Онда да сол болжаммен жансақтау бөліміне жатты. Мен ештеңе түсінбестен төсімнен сүтім сауғалап есіктің сыртында қала бердім. Енді нағыз тозақ өмір басталды. Мені кіргізбейді балаға. Үйге қайтпаймын. 2 күн сол жерде баспалдақта отырдым. Ботамның күннен күнге жағдайы нашарлап кетті. Ауруханаға күнде барып терезеден қарап кетемін. Осы кезде бағыма орай ата-анам қалаға қоныс аударған еді. Балаларымды анам қарап отырды. Күйеуім жұмыстамын деген сылтауымен өз өмірін ары қарай сүріп жатты. 1 ай дегенде ұлымды палатаға шығарды. Қолыма басқа бала бергендей шырылдап, бір тоқтамай жылайды. Екеуміз 2 апта ауруханада жаттық. Содан бізді әйтеуір шығарды. Балаларды әкеліп үйде болдық. Бала тым мазасыз болып кетті. Бір күні қатты қол-аяғы тартылып, тағы жансақтау бөліміне түстік.
Бұл жолы жағдайы тым ауыр еді. Бала есін білмей 6 ай жатты. Менің құр сүлдерім қалды. Оның үстіне тағы көтеріп қалыппын. Балаға гидроцефалия деген диагноз қойылды. Яғни миы су болып кеткен. Палатаға ауыстырып 2 үлкен ота жасалды. Екеуі де нәтижесіз. Мен баламен тағы ауруханаға жаттым. Күйеуім күнде келіп кетеді. Мен соған мәзбін. Сенесіздер ме? Босанарға 10 күн қалғанда үйге шықтым. Қолымда ауру бала. Дәрігерлер үміт жоқ деп қайтарды. Үйге жолдасымның нағашы әпкесі келіп көмек беріп жүрді. Босанып, бұл жолы қызды болдық. Ұлымның құжаттарын туралап, мүгедектікке өткіздім. Бірақ сонда да сынағым әлі бітпеген екен. Мен үйде 4 баламен, біреуі мүгедек, күйеуім жұмыс деп мүлдем бізге қарамайтын болды. Бетпердесі түгел шешілді. Ішіп келіп қол көтереді. Аузы таза жаман сөздер. Мен жынды болуға аз қалдым. Менің де тілім шықты. Сен баланы ауру қылдың деп өзіне кінә тағатын болдым. Сол кезде WhatsApp'та мүгедек балалардың аналары отыратын топ ашылды. Айман деген келіншекпен танысып, сырлас болдым. Көп қолдау көрсетіп, есімді сәл жинағандай болдым. Айман жалғыз өзі мүгедек баласын тәрбиелеп отырған қайсар әйел. Басыма әлде де тимеген, мен ақмақ тағы жүкті болдым. Бәрі жан-жағымнан ұрысып, есімді шығарды. Қазір ойласам, қандай күш мендегі. 3 баламды сүйретіп жүріп, мүгедек баламды емдетіп жүрмін. Аяғым ауыр, жолдасым тағы өзгерді. Бірден білдім, басқа әйел пайда болғанын. Негізі жолдасым өте сайқал, 200-ді адам еді. Кез келген адамды алдай алатын өнері бар. Бірден ескерттім, мен енді жылап отырмаймын доғар деп. Ол сол ескі әуенінше өтірік ақталып шықты. Не керек? Бұл жолы ұл тудым. Есімін өзім қойып мәзбін. Өмірдің қиын сынақтарынан өткен, шыңдалған қайсар әйелге айналдым. Босанып келген соң жолдасымды басқа әйелмен ұстап алдым. Жылап, мінезімді көрсетіп, жанымды ауыртпадым. Бірақ менде ыза кек болды. Ол әйелді тауып, мекен жайын, тұрмыста екенін, 3 баласы барын біліп алдым. Жолдасымды участковый шақырып, мені ұрды деп үйден қуып шықтым. Ал ана әйелдің де сазайын күйеуіне хабарласып, кіммен ойнас құрып жүргенін айтып, барлық дәлелдерімді көрсеттім. Дәлел ретінде жазбалары мен екеуінің фотолары бар еді. Жұмысына барып тұрып айқай шығардым. Ол үйге келіп аяғыма жығылып кешірім сұрады. Бетіне ыстық су шашып қуып шықтым. Үйге анам келді. Бізбен бірге болайын деп шешім қабылдапты. Бір күні жолдасым 2 әпкесін алып кешірім сұрап аяғыма жығылды. Мен де қарап тұрмай пышақ лақтырып тағы да қуып шықтым. Енді ортаға үлкен нағашы ағасы түсіп бізді қосты. Қызықтың барлығы енді басталды. Бір үйде 2 жау тұрдық. Күнде ұрыс керіс. Бірде ол ішіп келіп мені ұрып, машинаға салып алып өлтіремін деп қатты айдап келе жатып столбаға соғылды. Сол жерде милиция келіп, оны алып кетті. Жолдан машинаға отырып алып үйге келдім. Не деген күш десеңізші, оны да ешкімге айтпай ішімде сақтадым. Күйеуімді 15 күнге қамап, көлік жүргізу құқығынан айырды. Содан шыға сала тағы ішті. Енді тіпті күйіктен ішем деп шықты. Мені ұрып, күнде ұрыс. Үйден береке кетті. Қолымдағы бар ақшаны тартып алып ішетінді шығарды. Тағы да мені ұрып, көлікке отырып кетіп қалды. Милицияға ұстатып, 6 айға жауып тастадым. Үйде бала шағамен қалдым. Шыны керек, 6 ай тыныш өмір сүрдік. Шығып қайта келді. Бастығы бала шағасы бар деп аяп қайта жұмысқа алыпты. Біз бір үйде тұрмайтын күйге жеттік. Қанша ұрыс болды. Шыдамның да шыңы жетіп ажырасуға арыз бердім. Пәтер жалдап бөлек шықтым. Қазір 5 баламен пәтер жалдап тұрып жатырмын. Жаным тыныш. Балалар әкелерін мүлде іздемейді. Кішкентай ұлым танымайды да. Ауыратын ұлымды емдетіп жүрмін. Жақында Астанаға барып келдік. Әрине,
сбор ашып, ал күйеуімнің туыстарынан еш хабар жоқ. Қыздар, тәтті сөзге алданып қалмаңдар. Мен бар жоғы 35 жасымда тағдырдан қанша таяқ жеп, сабақ алдым. Алладан өзіме денсаулық сұраймын. Мына бала шағаның қызығын көргім келеді. Мүгедек балама және көп балалы ана ретінде пособие аламын. Айтпақшы, алимент төлемеу үшін жұмыстан шығып кеткен күйеуім. Үйде өзі қалды. Мен жан тыныштығым үшін бәрін тастадым. Қазір үлкен ұлым да өзіме келді. 6 баламен Аллаға шүкір деп өмір сүріп жатырмыз. Ал құрметті тыңдарман, осымен жылтырдың барлығы алтын емес әңгімесі өз мәресіне жетті. Әңгіме ұнап жатса, өздеріңіздің ойларыңызды, пікірлеріңізді төменге жазып, каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Рахмет.